Баршаңызға сәлем достар. Осындай дәмді, керемет, тойымды жасалу өте оңай, қолжетімді ингредиенттерден жасалатын салаттың рецептімен бөлісім келіп отыр. Видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бізге керегі қайнаған картошка алып үккіштің ірі жағынан өткізіп аламыз. Енді картошкамызды алып, ыдысымызға кольцо қоямыз. Осындай салатымызды саламыз. Картошканы жақсылап қастың көмегімен жақсылап бастырамыз. Нығыздап бастырамыз, өйткені салатты осы кольцоны алған кезде салат шашылып кетпеуі қажет. Тұз себеміз және майонез жағамыз. Енді бізге қажетті қайнатылған сәбізімізді алып, үккіштің ірі жағынан өткізіп аламыз. Енді салаттың бетіне сәбізімізді саламыз. Жақсылап қасықпен сәбізді нығыздап бастырып саламыз. Енді бізге қажетті қызыл пиязды алып майдалап турап аламыз. Кішкене сәбіздің бетіне тұз себеміз және пиязымызды саламыз. Енді бізге қажетті тауықтың төс еті, қайнатылған тауықтың төс етін алып майдалап осылай видеодағыдай турап аламыз. Енді келесі слой осы тауығымызды әдемілеп саламыз. Бізге қажетті жүгері, консервідегі жүгеріні алып, тауықтың бетіне жүгерін саламыз. Майонез ұмытпаймыз. Жүгерімізді салып аламыз. Осылай қасықпен тегістейміз. Бетіне майонез жағамыз. Және енді соңғы слой бізде қайнатылған жұмыртқамызды үккіштің майда жағынан өткізіп алып, осы жүгеріміздің бетіне жұмыртқамызды салып шығамыз. Қасықпенен тегістеп бастырамыз тағы да. Енді бізге қажеті көк пияз. Көк пиязды алып майдалап тураймыз. Мінекей видеодағыдай. Осы ең жоғарғы слойға салатымыздың бетіне пиязымызды салып шығамыз. Өте әдемі көрінеді және дәмді болып шығады. Бір-біріне ингредиенттер үйлеседі, жақсы керемет дәм береді. Енді кольцомызды ақырындап аламыз. Салатымыз шашылып кетпеуі қажет. Мінекей дайын болды. Достар, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Комментарий қалдырып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, қоңыраушаны басыңыздар, каналдың дамуына үлестеріңізді қосыңыздар. Сіздермен болған мен Жанар, барлықтарыңызға ас болсын.